Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге көкөністен жеңіл әрі пайдалы сорпа жасап көрсететін болам. Менде мына жерде бір ас қасық сары май және де үстіне көз мөлшермен сұйық майды құямыз. Осыны жақсылап ертіп қыздырып аламыз. Барлығының грамын описанияға қалдырып кететін боламыз. Сол жерден көрсеңіздер болады. Менде мына жерде жарты сәбізді көбіктеп турап алған едім. Соны осылайша етіп салып бір жақсы қуырып аламыз. Бір қуырып алған сәбізіміздің үстіне болгар бұрышында турап алған едім. Оны да салып бір қуырып аламыз. Осылайша барлығын қуырып аламыз да үстіне руккола бар. Сол туралған рукколаны салып, укроппен және де 2 тісше чеснок соңында салып, жақсылап бір араластырып аламыз да үстіне 2 ас қасық ұнымызды да саламыз. Осылайша жақсылап барлығын бір келкі етіп араластырып аламыз. Ұнымызды салып араластырып болғаннан соң дәмдеуіштер менде приправа, тұз, қара бұрыш және де кептірілген мията осыны салып араластырамыз да үстінен айранға суды қосып осылайша жақсылап ертіп аламыз. Айранның түйірші кеткенше осылай етіп құямыз. Осыны жақсылап құйып бір қайнатып аламыз да блендердің көмегімен осылайша етіп езіп аламыз. Барлық көкөністер езілгенше блендермен езіп аламыз. Ең соңына келсек, үстіне менде қатырылған осылай домалақ тәрізді котлеттер бар. Сол қатып тұрған котлеттерімді осылайша етіп үстінен салып 20-15 минут қайнатып осылайша пісіріп аламыз. Міне сорпамыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.